Сәлеметсіздер ма балалар? Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Баймырза Беспаев атындағы мектеп-гимназияның тарих пәні мұғалімі Зорбаева Гүлсара Дайрабайқызы. Қазақстан тарихы сабағы. Алғашқы көшпелілер: сақтар, үйсіндер, қаңлылар, ғұндар, сарматтар. Ал енді бүгін балалар сақтар туралы өтеміз. Сабақтың тақырыбы сақтар туралы тарихи мәліметтер. Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаты ежелгі мемлекеттік бірлестіктердің құрылуын түсіндіру. Сабақтың мақсаты Қазақстан территориясында өмір сүрген сақ тайпалары туралы дереккөздер арқылы түсіндіру. Біздің заманымызға дейінгі 1000 жылдықта қазіргі Қазақстан аумағында тарихта сақ атауымен белгілі болған тайпалар өмір сүрген. Сақ тайпалары туралы дереккөздер археологиялық, жазбаша деректер болып бөлінеді. Ежелгі грек, рим авторлары Геродот, Ариан, Спаргапис, Скунха, Помпейтрок, Страбон, Палиен, Спитамен, Ктесий, грек және рим авторлары сақтар туралы мәлімет қалдырған. Ежелгі грек тарихшысы, тарих атты еңбектің авторы. Бұл тарихи еңбекте грек-парсы соғысы мен сақ тайпаларының тарихы туралы құнды мәліметтер жазылған. Римнің атақты шешені Цицерон Геродотты тарих атасы деп атаған. Геродот еңбегі көне дәуір елдері туралы баға жетпес тарихи жылнамалар жинағы болып саналады. Грек деректерінің ішінде біздің заманымызға дейінгі 5 ғасырда жазылған Геродоттың тарих атты еңбегі ерекше құнды мәліметтер береді. Геродот сақтардың Массагет атты тайпасы туралы мәліметтер қалдырса, басқа да грек авторлары Дай, Аргипей, Аримаспа және де тағы басқалар туралы да деректер келтіреді. Грек авторлары сақтарды дұшпанға қатал, досқа адал болған деп суреттейді. Ктесий сақ әйелдері ержүрек, соғыс қаупі төнгенде ерлеріне көмек көрсетеді, ұрысқа араласады деп жазады. Сонымен қатар грек тарихшылары сақтарға олар әлемдегі ең әділ, ең шыншыл деп баға берген. Геродот пен басқа да тарихшылар сақ тайпаларын Азия скифтері деп атаған. Сақтардың қоғамдық құрылысы ерте темір дәуірінде мүлік теңсіздігі орнықты. Мұны археологиялық қазбалар мен жазба деректер дәлелдейді. Сақ патшалары құдіретті билеушілерге айналды. Сақ қоғамы жауынгерлер, абыздар және қауым мүшелері, малшылар мен егіншілер деп аталатын 3 топтан тұрды. Әрбір қоғамдық топтың дәстүрлі өз түсі болды. Жауынгерлердікі қызыл, абыздардікі ақ, ал малшылар мен егіншілер сары және көк түсті киімдер киген. Сақтардың шаруашылығы. Көптеген деректерде сақтардың мал шаруашылығымен айналысқандығы айтылады. Сақтардың өмірінде жылқы өсіру маңызды орын алды. Оларда жылқының 2 түрі болған. Аласа бойлы, аяқтары мығым, басы мен денесі ірі, күш көлігі ретінде пайдаланылатын жылқылар. Екінші, шоқтығы биік, жарау денелі, жауынгерлер соғыста мінетін жылқылары. Сақтардың мал шаруашылығының негізгі бағыты қой өсіру болып, олар құйрықты және биязы жүнді қойларды көп өсірген. Батыс және оңтүстік Қазақстанның далалы және шөлейт аймақтарын мекендеген сақтарда түйе өсіру кең тарады. Сақтар отырықшы мал шаруашылығымен қатар, өзен және сулы аймақтарда суармалы егіншілікпен айналысқан. Сақтар өз шаруашылығында жылқы, қой, сиыр, түйе асыраған. Сонымен қатар қолөнер, сауда дамыған, қоныстар көбейді, қалалар пайда болды. Біздің дәуірімізге дейінгі 1500 жылғы Бехистун жазбасынан суы лайланып ағатын екі дарияның ар жағында жазық дала басталады.
осы далада сақ деп аталатын халық тұрады. Тәңірі сақтың егіншілеріне соқа мен қамытты, жауынгерлеріне найза мен жебені, абыздарына табақ тәріздес сыйғырлы сыйлықтарды берген. Көне парсы жазба деректеріне Персеполь, Нақши-Рустем жазбалары, Бехистун жазулары жатады. Оларда сол кезеңде Қазақстан аумағын мекендеген тайпалардың бәріне ортақ атау ретінде саха, яғни сақ сөзі жиып айтылады. Көне парсы деректерінде сақ сөзінің мағынасы құдіретті ерлер деп түсіндіріледі. Ал парсылар қасиетті кітабында жүйрік атты турлар деп атаған, яғни Авеста кітабында. Ежелгі парсы сына жазбаларында сақтардың саяси тарихи, қоныстанған жері, тұрмыс тіршілігі туралы мәліметтер бар. Сақтардың өздері үшке бөлінген, яғни Тиграхауда сақтары, шошақ бөрікті сақтар, яғни олар Жетісу өңірінде қоныстанған. Екінші бір тайпасы Арал маңында мекендеген, оларды сақтар Парадарая деп атаған. Ал Хаумаварга сақтары олардан оңтүстікке қарай өмір сүрген, оларды Хаума сусынын дайындаған деген жорамал бар. Грек авторларының еңбектерінде парсы деректерінде кездеспейтін сақ тайпалары деп те аталады. Олар массагеттер, аргипилер, аримаспалар, исидондар, сарматтар. Балалар, бірінші тапсырма. Кестеде берілген сұрақтардың дұрыс жауабын анықта, яғни сақ сөзінің мағынасы және сақ топтары. Дескриптор сақ сөзінің мағынасын анықтайды, сақ топтарының түрлерін сипаттайды. Екінші тапсырма. Картамен жұмыс. Дескрипторлар сақтардың мекендеген жерін анықтайды, сақтардың шаруашылығын сипаттайды. Ал енді, құрметті білім алушылар, өз-өздеріңізді бағалаңыздар. Тақырыпты жақсы меңгердім, сабақты жақсыдан төмен меңгердім, әлі де жұмыс жасауым керек. Бұл тақырып бойынша көп жұмыс жасауым қажет. Бүгінгі сабақ мазмұны түсінікті ме? Сабақтан алған екі маңызды ақпарат. Нені білгіңіз келеді?